Қайырлы күн. Бүгін біз жұмыстан айырылған себепті төленетін жәрдемақыға өтініш жіберетін боламыз. Ол үшін Каспи приложениесіне кіреміз. Осы жерде госуслуги бөліміне кіреміз. Екінші тұрғанына пособие и выплаты дегенге кіреміз. Енді выплаты при потере работы дегенге кіреміз. Бұл жерде ең алдымен сіздер егов арқылы жұмыссыздыққа тіркелулеріңіз керек. Содан кейін ғана өтініш жібере аласыздар. Екінші, ол дегеніміз жұмыс жасаған неңіздің 45%-ін төлеп береді, суммаңыздың. Одан кейін ол 1 ай мен 6 ай арасында тағайындалады. Әркімге әртүрлі шығады және әртүрлі тағайындалады. Енді ары қарай өтініш жіберетін боламыз. Подать заявку дейміз. Енді камерадан өтетін боламыз. Проверкадан. Смотрите прямо в камеру. Подписать документ дейміз. Міне бізде жіберілді өтініш. Енді ол 4 жұмыс күні ішінде қаралады. Сосын барып бізге Каспиге жауабы келетін болады. Тағайындалды немесе тағайындалмады деген секілді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Басқа да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.